Сәлеметсіздер ме, құрметті тіл үйренушілер? Әдеттегідей біз сіздермен мемлекеттік тіл курсы бойынша А1 қарапайым деңгей тыңдаушыларына арналған мекен-жай тақырыбындағы кезекті сабағымызды бастаймыз. Олай болса, сабағымыз дәптер қаламдарымызды дайындап, сабақты бастай берейік. Дыбыстарды қайталаймыз. Ә, О, Х, Тағы бір қайталайық. Ә, О, Х, Өте жақсы. Жаңа сөздермен танысамыз. Нұр-Сұлтан қаласында. В городе Нұр-Сұлтан. Аты жөні. Имя, отчество и фамилия. 100, 100. Көктау ауылында. Селе Көктау. Қайда? Где? Сіз, вы. Тұру, жить, проживать. Қош келдіңіз. Добро пожаловать. Төрлет. Заходи. Проходите на почетное место. Төрлетіңіз. Вы. Заходите. Проходите на почетное место. Берілген сөз бөліктерін дұрыс сәйкестендіріңіздер. Танысу, отбасы және мекен-жай тақырыбына сөздерді сәйкестендіріп жазамыз. Келесі тапсырма. Кім, қайда, қанша, неше деген сұрақтарға берілген сөздерді сәйкестендіріп жазамыз. Жазып болсаңыздар, онда есте сақтап алыңыздар. Мен тұрамын, сен тұрасың, сіз тұрасыз, ол тұрады. Тапсырма. Сандарды сөзбен жазыңыз. 200. Келесі сандарды барлығын сөзбен жазып шығыңыздар. Мәтінді мұқият тыңдайық. Менің аты жөнім Асқар Өмірбекұлы. Жасым 35-те. Мен Алматы қаласында Әуезов көшесінде тұрамын. Мен жекеменшік фирмада инженер болып жұмыс істеймін. Менің отбасым шағын. Менің жұбайым 34 жаста. Оның аты Сәуле. Ол жекеменшік емханада дәрігер болып жұмыс істейді. Бір ұлым, бір қызым бар. Ұлым 7 жаста. Оның аты Санжар. Ол 1-ші сыныпта оқиды. Қызым 8 жаста. Оның аты Гаухар. Ол мектепте 2-ші сыныпта оқиды. Менің ата-анам Атырауда тұрады. Олар зейнеткер. 2 ағам және 1 қарындасым бар. Үлкен ағам Алматыда тұрады, ал кіші ағам Астана қаласында тұрады. Үлкен бауырым 42 жаста. Оның аты Самат. Ол мемлекеттік мекемеде маман болып жұмыс істейді. Ал кіші ағам 38 жаста.
Оның есімі Қайрат. Ол Атырау қаласында тұрады. Ол жекеменшік фирмада жұмыс істейді. Ал қарындасым студент. Оның аты Самал. Ол Астана қаласында Назарбаев университетінде оқиды. Мұқият тыңдап болсаңыздар, сурет бойынша ақпаратты толықтырыңыздар. Келесі тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз. Асқар неше жаста? Асқар қайда тұрады? Ол қайда жұмыс істейді? Сәуле неше жаста? Сәуле қайда жұмыс істейді? Санжар неше жаста? Ол не істейді? Самал қайда оқиды? Атырауда кімдер тұрады? Самат қайда, кім болып жұмыс істейді? Қайрат қайда тұрады және қайда жұмыс істейді? Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қойыңдар. Не байқадыңдар? Бірінші сөйлем. Естігенді ойда сақтай білу жақсы қасиет. Көріп отырсыздар, қарамен жазылған сөзге мұқият назар аударып, сұрақ қойып отырыңыздар. Екінші сөйлем. Әли мен Гүлнұр бір мектепте оқиды. Үшінші сөйлем. Назымның әкесі зауытта жұмыс істейді. Яғни қарамен жазылған сөздерге қандай сұрақ қоюға болады? Өте дұрыс айтасыздар. Қайда деген сұрақты қоямыз, Және де бұл сөздер жатыс септігінде тұрған сөздер. Жатыс септік кімде, неде, кімдерде, нелерде, қайда деген сұрақтарға жауап береді екен. Естеріңізге түсті ме? Жатыс септігі да, де, та, те, ында, інде жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды жатыс септік жалғаулары деп атайды. Естеріңізге сақтап алыңыздар. Тапсырма. Қажетті жалғауды жалғаңыз. Да, де, та, те, ында, інде деген жалғауларды жалғап, сөйлемдерді аяқтаймыз. Келесі тапсырма. Қажетті сөздерді қойыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Олар қайда тұрады? Яғни берілген суреттегі кейіпкерлердің кімнің қайда тұратынын жазып, келесі сабаққа дайындап келеміз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.